Ер есімі ел есінде. Қарқаралы аумағында туындаған дала өртінде қызметтік міндетін орындау барысында қаза тапқан Саран қаласының өрт сөндірушісі Хали Хайратқа қайтыс болғаннан кейін ерлігі үшін медалі берілді. Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен құтқарушы Хали Хайрат қайтыс болғаннан кейін ерлігі үшін медалімен марапатталды. Мемлекет басшысының атынан арнайы марапатты өрт сөндірушінің туған туыстарына Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев табыс етті. Бүгін біз нағыз ержүрек азаматымызды өз халқына қызмет етіп, жанын қиған батырды еске алуға жиналып отырмыз. Әрине түсінем, Хали Хайрат өзіміздің ініміз, Қарқаралы ауданында апатты жағдай болған кезде ерлігін көрсетіп, өзі өмірін сол жерде беріп, елді құтқарып қалды. Қайғыларыңызға біз ортақпыз, ауыр қайғы білеміз. Ол Хали Хайрат мемлекеттің тарапынан сол ерлігі жоғары бағаланып, өзіміз білесіз, президентіміздің жарлығымен ерлігі үшін мемлекеттік наградаға лайық деп таныды. Мемлекеттік награданың тапсыру рәсіміне құтқарушы, өрт сөндіруші Хали Хайраттың әріптестері де қатысты. Батырдың жасаған жанқиярлығын бүкіл қазақ жұрты жүрегінде сақтайды. Үлкен ерлікпен жаңағы өзінің сол жердегі өртте жаңағы елді мекендерді қорғау барысында өзінің қызметтік борышында қаза болды. Оның ерлігі, оның істеген қызметі осы 10 жыл ішінде қаншама адамды, қаншама мемлекет мүлкін, қаншама адамдарды өрттен, су апаттарынан құтқарды. Сонда өзінің жаңағы қаржы қайратын аямай берді. Енді ол келешек ұрпаққа үлгі деп ойлаймын. Естеріңізге сала кетейік, 6 қазанда Қарқаралы ауданының аумағында өрт шығып, бүкіл ел жұрт тілсіз жауымен күрескен болатын. Бәрі шөптің тұтануынан басталды. Желдің соғуымен жалын көз ілестірмей тарап, Павлодар облысының қызметкерлері Баянауыл ұлттық паркінің шекаралас аумағына жеткен өртті тоқтата алмады. Өрт орнына төтенше жағдай министрлігінің күштері мен құралдары жіберілді. Абай облысынан, Ақмола облысынан және Астанадан қосымша топ көмекке келді. Ал ауды ауыздықтау барысында өңірдің төтенше жағдай департаментіне 2 қызметкері және ерікті өрт сөндіру құрылымының бір құтқарушысы күйік жарақатымен алғашқы медициналық көмек көрсетілетін аудандық ауруханаға жеткізілді. Кейінірек Қазавиақұтқару акционерлік қоғамының тікұшағымен өрттен зардап шеккен тағы бір тұрғын ауруханаға жеткізілді. Хали Хайратты құтқару мүмкін болмады. Ол оқиға орнынан алған күйіктерден қайтыс болды. Кейінірек белгілі болғандай, өрт сөндірушілер биік шөптер жанған өрт шырмауында қалған. Қатты желдің салдарынан өрт өте тез тарап және құтқарушылардың шығу жолын жауып тастаған. 33 жастағы Хали Хайрат Саран қаласында орналасқан нөмірі 24-ші өрт сөндіру бөлімінде қызмет еткен. Ол отбасына деген қамқорлығымен әрі қызметтегі өр мінезімен ел есінде қалды. Ерке Алибек Болат, Николай Шевелев, 5-ші арна.